Ажырасулардың басым бөлігі алғашқы 4 жыл ішінде орын алатыны белгілі болды. Бұл кезеңге 35%-ға жуық жағдай сәйкес келеді. Негізгі себептер ретінде мінездердің сәйкессіздігі, өзара түсіністіктің болмауы, эмоционалдық күйзеліс, сондай-ақ қаржылық және тұрмыстық қиындықтар, туыстардың араласуы және махаббаттың суынуы аталды. Ең бірінші құпия отбасының құндылығын сақтау үшін ең бірінші махаббат деген болу керек. Махаббат деген барлығы адамзаттың ішіндегі ең ұлы сезім екен. Махаббат болса сүйіспеншілік болады. Сүйіспеншілік болған жерде қорғау болады, бір-бірін құрметтеу болады, жауапкершілік болады. Осындай құндылықтар, осындай қасиеттерді сақтасақ, алдыңғы уақытта осы ажырасу мәселесі бізде азаяр ма еді деп ойлаймыз. Жас ерекшелігіне келсек, көбіне 25-34 жас аралығындағы әйелдер ажырасады. Ал ер адамдарда бұл көрсеткіш 30-39 жас аралығында жоғары болады. Ажырасу деңгейі ең жоғары топ 20-29 жасында үйленген жұптар. Әсіресе 25 жасқа дейін үйленген жастар арасында жиі кездеседі. Олар көбіне тұрақты жұмыстың жоқтығы, қаржылық қиындықтармен бетпе-бет келеді. Білімі жоғары адамдар арасында ажырасу деңгейі төмен, ал орта немесе ортадан төмен білімі бар азаматтар арасында ажырасу жиі кездеседі. Бұл көбінесе экономикалық тұрақсыздықпен байланысты. Қазір жастарды үлкен әжелер, аталар емес, ғаламтор тәрбиелеп жатыр. Қазір жастарды әлеуметтік желілер тәрбиелеп жатыр. Сондықтан бүгінгі шарамызда біздің әжелер алқасы, аналар кеңесі, барлықтеріміз жиналып, жастарға бүгін біз ақыл айтамыз. Ең басты семьяны құрудың алдында рухани құндылықтарды білу керек. Әйел болашақта ана ретінде, ер адам болашақта әке ретінде өздері некелерін тіркегенде міндеттерін ең басты білу керек. Қазіргі мәселе құқықтарын білет, міндеттерін мойындауға алмайды. Диалог алаңы отбасыны сақтау, бұл тек жеке адамның емес, бүкіл қоғамның міндеті екенін көрсетті. Бұл бағытта мемлекет, үкіметтік емес ұйымдар, дін өкілдері мен қоғамның өзі бірлесе жұмыс істегенде ғана жағымсыз статистиканы алдын алуға болады. Жангелді Жамалиев, Медет Қуанышбеков, Первый Северный телеарнасы.